Қайырлы күн, қымбатты Сүйінбай орта мектебінің ұстаздары. Баршаңызға 15 және 25 қараша аралығында қазақ тілі мен әдебиет пән бірлестігінің апталығы басталғанын хабарлаймыз. Он 16 қараша күні Қадырбердиева Бақытқа Малдыбай қызының 9 сынып пен тәуелсіздік жетістіктері атты ашық сабақ өтеді. Аптаның 18 жұлдызында Окусханова Айжан Мұратбек қызы мен Әбутәліп Аманбек Еркінұлының 5-6 сыныптар аралығында даланың дара ұстазы атты Ыбырай Алтынсариннің 180 жылдығына арналған әдеби танымдық кеш өтеді. Кешке қатысып, Ыбырай Алтынсариннің әңгімесі желісіндегі театрландырылған көріністерінің куәсі болыңыздар. Қарашаның 19 күні Ихсанова Гүлзада Ильясовнаның 7 А сыныбымен бірге Шоқан мен Потанин достық атты ашық сабағы жоспарлануда. Сондай-ақ 22 қараша күні Қадырбердиева Бақытқан Малдыбай қызының 5 сыныптар мен өсімдіктер әлемі желісінде ашық сабақ өткізіледі. Қызықты деректерден қорғалмаңыздар. Ал айдың 24 жұлдызында Қадырқұлова Жанар Тұрысбек қызы мен Дәмдібаева Баян Мұраш қызының 10 сыныптармен бірге дәуірдің жарық жұлдызы Ахмет Байтұрсынов атты танымдық кеші өтеді. Сонымен қоса дәл осы күні Тәшенұлы Базардың жыр алыбы Жамбыл Жабаевтың туғанына 175 жыл толуына орай ұйымдастырылып отырған ашық сабаққа қатысып, ақын өміріндегі қызықты мағлұматтармен танысыңыздар. Апталықтың нүктесін 25 қараша күні Ихсанова Гүлзада Ильясовна мен Нүсіпбек Айтана Нүсіпбек қызы қоймақ. Бірлестік ұстазы Ихсанова Гүлзада Ильясовна алаш көсемі Әлихан Бөкейхановтың 155 жылдығына орай «Тірі болсам қазаққа қызмет қылмай қоймаймын» атты ашық сабағын өтетін болады. Ал Нүсіпбек Айтана Нүсіпбек қызы айтыстың түрлері Сүйінбай Оронұлы жайында әдеби танымдық ашық сабақ ұйымдастырмақшы. Апта бойы өткізілетін іс-шаралардан қапы қалмай, қазақ тілі мен әдебиет пәндерінің білім нәрімен сусындап, рухани жаңғыруға үлес қосуға шақырамыз. Келіңіздер, көріңіздер, ұстаздар мен оқушылардың еңбегін бағалап, өз ойларыңызды ортаға салыңыздар. Апталықта көріскенше, құрметті әріптестер. Туған елім гүл елім, қасиетіңді білемін, өзің деп жүремін, лүпілдеген жүрегім. Отан үшін күрес, елге тиген үлес, толқығанда сезім-ай аппағарым тірегім, туған жерің өзің ғой, арқа сүйер тірегім. Отан оттандастық, опасызға отан жоқ. Кең жазық отан мекенім, сенде өсіп гүлдедім, сені қорғау парызым, мұны біліп өтемін. Орағың өткір болса қарың талмайды, отаның берік болса жауың алмайды. Қазақстан ата мекен құтқонған жер, кең дала суы мөлдір нұр тұнған жер. Көк орай белестері жасыл кілем, қырлары қызғалдағы құлпырған жер.